Бәріңізге сәлем, құрметті көрермендерім, құрметті достар. Бүгін біздің тақырыбымыз әлеуметтік желілерде пайда болған видеоға қатысты болмақ. Бұл видеода беймәлім бір қарындасымыз қазақтың ұлттық аспабы домбырада ойнау харам болып табылатынын айтқан. Жалпы менің өз пікірім, соңғы кезде осы әлеуметтік желілерде, соның ішінде видео хостингтерде осындай бір ақыл айтып, пәтуа шығарып отыратын адамдар көбейіп кеткен. Қазір алдарыңызға ұсынатын видеода кейіпкеріміз де солардың бірі болып табылады. Бұл видеоға қатысты белгілі айтыскер Айшолпан Тілеутай пікір білдірген. Айтыскер ақын ұлттық аспапқа қатысты айтылған сөздерге бейжай қарай алмайтынын айтқан. Оның айтуынша видеода қыз еш негізсіз үкім айтып отыр. Айшолпан Тілеутай желіде отырып үкім шығаратын адамдардың жауапқа тартылуын сұрады. Достар, ендеше осы видеоны тамашалайық. Ақыретте ұлтымызбен, ұлтшылдығымызбен өтпейміз, иманымызбен өтеміз. Иман, неке, ақыретте өткізетін. Мен де айтып отырмын, 5 жыл қатыстым, мен ютубта жүр, мен домбыра тартқан жерлерім. 5 жыл домбыраға қатыстым, 5 жыл ол домбыра туралы, дін туралы білген жоқпын мен кезінде, мектеп кезінде. И содан кейін мен уже күні кешеге дейін тарттым мен домбыраны. Бірақ ол харам, жүрекке тиеді, ол нәрсе кір екені білінеді, харам. Міне, құрметті достар, осындай видеомен таныстырдық. Енді осындағы беймәлім қарындасымыздың айтқаны дұрыс па, әлде осы айтыскер ақынымыздың көзқарасы дұрыс па, бағамен беретін өздеріңіз. Видеоның астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сондай-ақ арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.